Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Ыдысқа ыстық қайнаған су құямыз. Оның үстінен салқын сүт қосамыз. Қант, тұз және де құрғақ ашытқыны қосамыз. Енді осы қосқан заттарымыздың барлығын венчикпен араластырып шығамыз. Одан кейін енді ұнды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосып, одан кейін араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды елейміз. Қамыр еленіп қалған кезде соңғы жағына дәл осылай жұмсақ сармайымызды алып, қамырымызға қосып, қамырымызды дәл осылай жұмсақ сармаймен бірге қосып араластырып елейміз. Қамырымыз еленді. Еленген қамыр осындай жұмсақ болып шығады. Одан кейін қамырдың беткі жағын ыдыспен жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникқа 4 сағатқа салып қоямыз. Ол уақытта енді менде пергаменттің үстіне 240 грамм сармай. Осы 240 грамм сармайды қосқан соң, пергамент қағазымен дәл осыны орап шығамыз. Одан кейін енді арасында сармай тұр. Сармайды дәл осылай оқтаудың көмегімен тегіс етіп, пласт етіп жаятын боламыз. Менде дәл осы жасалынған пласт ұзындығымен ені 20-20 болып шықты. Енді біз бұны холодильникқа 3 сағатқа салып қоямыз. Енді менде дәл қазір 4 сағат уақыт тұрды холодильникта. Енді осы қамырды алып, шамамен ұн сеуіп, одан кейін сопақ ұзынша етіп қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жаямыз. Қамырды жайып болдым. Енді жайылған қамырдың осындай астыңғы жағындағы бөлігіне бағанағы біздің жасаған сармайдан жасалған пластымызды, бұл бізде холодильникта 3 сағаттай уақыт тұрды. Осыны қамырдың шеткі жағындағы бөлігіне қоятын боламыз сармайды. Одан кейін енді қамырдың келесі бөлігімен сармайымызды жауып, одан кейін оқтаумен тағы да жайып шығамыз. Енді дәл осы жайылған қамырды ортаңғы жағына қарап бір бүктеп, келесі жағында бір бүктеп, ортасынан біріктіретін боламыз. Ары қарай шығып кетпес үшін. Одан кейін біз қамырымызды сәл жайып жібереміз. Қамырымызды оқтаумен сәл жайып жіберіп, ары қарай оны тағы да бүктейтін боламыз. Қамырымызды дәл осылай жайып жібереміз. Енді жайылған қамырды келесі бөлігіне қарап бүктейміз. Одан кейін бағанағы сармай салынған пергамент қағазына салып, сармайымызды, қамырымызды, одан кейін холодильникқа 1 сағатқа уақытқа салып шығарамыз. 1 сағат өткен соң қамырымызды қайтадан пергамент қағазынан алып, оны дәл осылай сол күйінде оқтаумен жаямыз. Одан кейін оны видеода көрсетілгендей қылып бүктеп, шеткі жақтарын біріктіретін боламыз қолымызбен. Одан кейін бағанағы пергамент қағазын алып, соның бетіне қарай қамырымызды қойып, орап, тағы да холодильникқа 1 сағатқа салып шығаратын боламыз. Бұл біздегі ең соңғы раскатка. Одан кейін қамырымызды алып, ұн сеуіп қажетінше. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Барынша жұқалап жаятын боламыз. Қатты ірі болып кетпес үшін. Менде ұзындығы 50, ал ені болса 25 болды. Бірақ қамырды қалың қылып жаймаңыздар. Жұқалап жайсаңыздар, сол кезде жақсы болып піседі круассандар. Енді астыңғы жағындағы бөлігіне пышақпен кесіп, одан кейін круассандарымызды жасаймыз. Круассандарды қатты қалың қылып жайтын болсаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Сол себептен барынша жұқа етіп жайыңыздар. Одан кейін енді біз бұны қазір 30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Одан кейін менде мына жерде қазір жұмыртқаның сарысы және де сүт, соны араластырып круассандардың бетіне жағып, 220 градуста 10 минут, ары қарай 180 градуста 20 минут пісіретін боламыз. Сол кезде круассандар дайын болып шығады. Қызып тұрған пешке саламыз. Круассан дайын, өте дәмді болып шықты. Барынша жұп-жұмсақ, өте дәмді әрі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше.